мына бүгін қазір екінті намазынан кейін сол себептен әйелдер отырып сөйлеу керек. Рамазан айының бірінші күні кіреді, екінті намазынан кейін. Мұсылманша түн алдымен жүреді ғой. Бүгінгі оқитын тарауықтарыңыз қабыл болсын, ұстайын отырған оразаларыңыз қабыл болсын. Алла тағала бәрілеріңізге денсаулық беріп, осы оразаны аяғына шейін ұстап шығуды нәсіп етсін. Осы бас қосып отырғанымызға, осы жерде келіп отырғанымызға Аллаға шүкір. Мен кейде ойлаймын өзім, жаңағы жұмыс басталғаннан, жұмыс жасағаннан бастап менде мынандай көрерменшілігі, қызғаншақтық деген көп болды да. Сосын мен жұмысқа алға жүргізгісі келмей, аяқтан шалып, арттан сөйлеп деген сияқты. Сосын кейін осы намазға келген кезде бүйтіп сұрайын таңертең. Алла, мына өміріме, дініме зиян келтіретіндерден мен аулақ ұста. Олармен алыстан ғана сыйласайын. Одан да игі жақсыларменен бірге болып, солардың сөздерін тыңдап, солармен сұхбаттасайын деп ылғи тұрайын. Бір күн қарасам, мен айналамда ешкім жоқ, жалғыз қалқыптым. Сол жалғыз қалған мен жалғыз жүрдім. Бірақ енді көшеде, біздің көшеміз өз қысқа ғана көшеде апалар көп еді, бірталай апалар. Бірақ соның ішінде біреумен ғана сөйлесе аламын. Біреумен ғана. Өйткені екеуміздің жаңағы тақырыбымызда бір әңгімемізде бір жарасады, бір-бірімізбен жаңағы ақылымызды айтып, сырымызды айтып әңгімелесеміз дегендей. Ал қалғандары тек қана жаңағы ахаха, екекі, не іштің, не кейді, анау кім, не деді, анау мынау, ондай сөздерді мен айтайын, мен қабылдамаймын деп. Ондай мен компьютерімді толтырғым келмейді. Керек жоқ, ондай сөз босқа деп жаңағы Ақан апайға берген журналда ішінде ең жаман нәрсе өтірікпен өсек дейді ғой. Сондайдан аулақ болған дұрыс. Енді туған күн дегенге келіп жатқан келетін болсақ, менің өзім өмірге келгенім, жүріп тұрғаным барлық бүтін өзіме бір ерекше көрінетті. Өйткені мен жаңағы шешем маған екіқабат болған кезде балыққа жеріп болыпты. Ол кезде балық болғанда мынандай кішкене килкалар сатады ғой, килограмдап. Сондайдан әкеп бір жеп тоймай тағып жері қандай қалған ба, сөйткен ғой. Содан көп сөйлемейтін мүмкін сол балықты жегенмен шығатын. Әйтпесе жан-жануар адам барлық дұрыс шығарады ғой. Балықтан дұрыс шығармайды. Сол сөйлемейтіндігім сол балықтығымнан шығады деп ойлаймын. Екіншіден, мен туған күні 25 октябрьде қар жауыпты да, сол қар жолдас қар болып қалып қапты. Сосын кейін сол 48 жылына 49 жылына өткенде әкем айтып отырады. 51 жылдан кейін 25 октябрьде қар жауып, жолдас қар болып қалған осы нәтиже. Сондай қазақта сөз бар ғой, мен ұста ержеңіс деп. Сондықтан шығарына Камила ханым қимаған суретке түсірді. Шарапап күліңіз дейді. Мүмкін сол сұлттықпенен келген мінез шығар менікі. Өзі үйде 11 баламыз. 11 баланың ішінде оны қарқылдап тұрып күлгенде дауыстары енді керемет. Мен өмірімде бір рет қарқылдап күліп көрмеймін.